Қазақ тілі татулық пен достық тілі атты байқауға жергілікті ақын Қали Шыңғысовтың «Ана тілім, асылым» атты өлеңін ұсынамын. Ана тілім, асылым бойымдағы, сол арқылы іске асар ойымдағы. Неше зауал өтсе де басымыздан, ұлттық белгім тілім боп жойылмады. Ана тілім не деген өтім деді, артық айтсам әрине кешір мені. Менің ана тіліммен сөйлегенде риза болам өзге ұлттың өкілдері. Кей жандарға кейде рас өкпеледім. Құмымда жоқ шашатын көпке менің, аяқ асты өз тілін еткендерді болғаннан соң ұлтым бір жек көремін. Ана тілін әлде олар менсінбей ме, жүйріктігін немесе көрсін дей ме? Туған жерін тосырқап ондай жандар сонда қалай, білмедім, жерсінбей ме? Болмас оған еш жанның таласы да, қонбаған ба шынымен санасына? Қанат жайып ұрпаққа ұлттық белгі, ұқсайды-ау деп қорқам баласы да.